Сәлем достар, бүгін осындай дайындалуы тез, әрі нәзік, жұмсақ пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз да, одан соң оның үстіне 150 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып көпіргенше ақ масса болғанша миксерлейміз. Міне осындай видеодағыдай ақ масса болуы керек. Оның үстіне 50 мл сүтімізді және 50 мл шемішке майын құйып, жақсылап тұрып тағы да миксерлейміз. Енді үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, астынан үстіне қарай осылай жақсылап тұрып араластырамыз. 150 грамм ұнымызды 3 бөлікке бөліп, осылай 1 бөлігін салып араластырамыз. Кейін тағы 1 бөлігін салып, тағы да араластырып отырамыз. Осылай салып, тағы да қайталап араластыра береміз. Кейін осы массамызды 2-ге бөліп 2 ыдысқа құямыз. 1 бөлігіне 2 шай қасық какаомызды қосып, астынан үстіне қарай жақсылап тұрып араластырамыз. Форманың астына фольга төсеп, осылай жан-жағын сұйық маймен майлап шығамыз, жабысып қалмас үшін. Бұл менде 22 сантиметрлік форма. Осыған бағанағы какао қосылған массамызды, одан кейін ақ массаны үстіне құямыз да, екеуін видеодағыдай араластырамыз. Міне осылай қасықтың көмегімен осылай жасап шығамыз. Енді осыны 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне бізде осындай ерекше, жұмсақ, нәзік пирог дайын болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар және де тіркелуді ұмытпаңыздар.